Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы алгебралық өрнектерді тепе-тең түрлендіру. Яғни біз алдыңғы сабақта алгебралық бөлшектерге амалдар қолданып өткенбіз. Яғни алгебралық бөлшектерді не істеу? Бөлу, көбейту, қосу, азайту өттік. Яғни сол алгебралық өрнектерді бүгін тепе-тең түрлендіру. Сабағымыздың мақсаты құрамында алгебралық бөлшектері бар өрнектерді түрлендіруді орындау. Яғни біз сол алгебралық бөлшектерге амалдар қолдану арқылы не істеуіміз керек? Алгебралық бөлшектерді, өрнектерді түрлендіруді орындаймыз. Біздің мақсатымыз осы. Яғни берілген өрнекті оған тепе-тең өрнекке алмастыруды теңбе-тең түрлендірулер деп атайды. Яғни біз теңбе-тең түрлендіру дегенді атайды. Алгебралық өрнектерді теңбе-тең түрлендіру дегеніміз, яғни бірінші не істейді екенбіз? Амалдар қолданып қосу, азайту, көбейту, бөлу амалдары қолданылған арқылы өрнектейді екенбіз. Алгебралық өрнектерді ортақ көбейтістің жақшаның сыртына шығару арқылы, немесе көбейтудің қатысты үлестірімді қасиеті арқылы, көп мүшелі көбейтістерге жіктеу арқылы, алгебралық бөлшектерді ортақ бөлімге келтіру арқылы, бөлшектерді қысқарту арқылы, қысқаша көбейту формулаларын қолдану арқылы, ұқсас мүшелерді біріктіру амалдар арқылы қолданылады. Және де не істеуіміз керек екен біз? Алгебралық өрнекті теңбе-тең түрлендіру үшін амалдар тәртібін керек. Яғни біз амалдарды бірінші амал, екінші амал, үшінші амал деп біз амалдарды қолдану арқылы алгебралық өрнектерді теңбе-тең түрлендіреміз. Енді алгебралық өрнектердің теңбе-теңдікті бізде есептеп беріледі, мына теңбе-теңдікті дәлелдейміз. Соны біз мына әдіспенмен дәлелдеуге болады екен. Тепе-теңдіктің сол жағын оң жағына шыққанша түрлендіру, тепе-теңдіктің оң жағын сол жағы шыққанша түрлендіру, тепе-теңдіктің екі жағында бірдей өрнек шыққанша түрлендіру, және теңбе-теңдіктің сол жағы мен оң жағының айырымын түрлендіру, және ноль санын алу арқылы біз теңбе-тең осындай дәлелдеуге беріледі екен. Оған біз қазір есеп шығарамыз. Есеп шығарған кезде бізге мынандай мысал беріліп тұр. Қараңдаршы, x бөлу x минус 3 қосу x квадрат қосу 1 бөлу x куб плюс 1, көбейту x квадрат минус x плюс 1 бөлу x минус 3 қанша амал болған? 2x квадрат плюс x плюс 1, x плюс 1 бөлінген тең 1 бөлу x минус 3-ке. Яғни біздің мына теңбе-теңдік мына 1 бөлу 3-ке тең екенін дәлелдейміз. Оны дәлелдеу үшін біз бірінші қандай амал жаңа айттық? Алгебралық бөлшектің нені? Бірінші амалдардың қайсысы орындалады бірінші? Амалдың орындалу ретінде жазып алуымыз керек. Бірінші жақшаның ішінде көбейту амалы, екінші қосамыз, үшінші бөлеміз. Сонда бөлген кезде біздің осы мына нені шығады екен. Енді міне бірінші амал қосып тұрмыз. Көріп тұрсыңдар ма? Мына жерде мынау бірінші амал көбейтіледі, екінші амал жаңағы қосылады, үшінші амал мынаған бөлінеді деп жазылып тұр. Бірінші амал біз қосып алған кезде мына жерде өздерің көріп тұрсыңдар, ортақ көбейтіс жақшаның сыртына шығаруымыз керек. Яғни мына жерде екі өрнектің несі тұр? Кубтарының қосындысы тұр. Яғни екі өрнектің кубтарының қосындысы не дедік? Сол өрнектердің қосындысы мен толымсыз квадратының несін айырмасын көбейткенге тең. Яғни біз мына жерге толықтауыш көбейтіп жібереміз. Көбейткенге де мына x квадрат көріп тұрсыңдар ғой. Мына жазылады. Мынаны біз қысқаша көбейту формуласына жазып алдық. X плюс 3-ті мына жазып алдық. Енді қысқартамыз. Мына қысқартып жібереміз. Қысқартып жібергенде бізде x квадрат плюс 1, x плюс 1, x минус 3-тің көбейтілген қатынасына теңелген. Бірінші амал осы орындалды. Екінші амал бізде не істейді деді? Қосамыз деді. Екінші амал қосқанда бізде толықтауыш көбейткіш. Мына x плюс 1 толықтауыш көбейткіш, бірінші бөлшекке апарып толықтауыш көбейткіш. Ортақ бөлімге келтіріп жібереміз. Ортақ бөлімге келтіргенде x плюс 1, x минус 3 болды. Көбейтіп жібердік x квадрат. Мына жерде минус 1, минус x квадратқа қосындысын жазып аламыз. Екеуінің қосындысы x квадрат пен x квадраттың қосындысы 2x квадрат. Қосу 2, қосу 1. Мына бөлшектің бөлімін өзін жазып қоямыз. Арқарымызда енді үшінші амал орындалады. Міне
Үшінші амал, мына жерде жазылып тұр. Үшінші амал, бізде не істеуіміз керек? Яғни, бөлшекті бөлшекке бөліш не істейміз дедік? Бірінші бөлшекті керамал қолданамыз. Мына жерде керамал қолданған кезде x-ында бірінші алымындағы энергия қысқарып кетеді. X плюс 1 мен x плюс қысқарып кетеді. Сонда бізде қалады екен. X минус 3 бөлу x минус 3-ның қатынасы қалады екен. Яғни, біз не істедік? Теңбе теңдіктің сол жағын оң жағына тең етіп көрсетіп дәлелдедік. Яғни бізде мынаған тең болады екен. Бұнда алгебра жаңағы бөлшектің мәні қандай жағдайда орындалады? Біз алды есептедік. Яғни бұл жерде x минус 3 неге тең болмау керек? 3-ке тең болмау керек. Және минус 1-ге тең болмаған жағдайда мына x-тің барлық мәнінде орындалады екен. Арқылы әр топ тапсырманы өздері жеке-жеке орындаймыз. Уақыт 5 минут. 5 минут уақыт беріледі. Бірінші топ, бірінші, екінші, үшінші шығарамыз. Бірінші топ, 1, 2, 3. Екінші топ, 4, 5. 4-5-ін шығарамыз. 6, 7-сін. Үшінші топ, 6, 7. Екі-есесін шығарамыз. Екі-есен бөліп алды. Ал шығарайық. Кім жылдам екен? Кім бірінші қақы болады екен? Сосын тақтаға жазып береміз. Балалар шығарып болдық па? Болды ғой, иә? Қазір тақтаға әр топтан бір-бір оқушыдан шығып, тақтаға өз есептерін бір-бір есептерін көрсетейді. Бірінші топ. Шығып, 65 топ тақтаға жазып жүрейді. Қараңыздар көрсетіңдер. Қалғанымыз тексереміз. Қазір тақтада балалар жазған есептерін тексересіздер. Қалғанымыз дәптерге жаза береміз. Дәптерімізді жазамыз. Ал енді сен қандай алгебралық өрнекті түрлерінде қандай амал қолдандың? Не істедің? Соны айтып түсіндіріп жүрсің. Ең бірінші мен алгебралық өрнекті орындауда олардың тәртібін тауып алдым. Ең бірінші жақша ішіндегі азайту амалы орындалды. Одан кейін көбейту амалы. Бұл азайту амалын орындау үшін оларды ортақ бөлімге келтіріп алу керек. Яғни бөлімден берді санға. Мен 2-ден x-қа 3-ден бердім. Ал 3-ден x-қа 2-ден бердім. Сонда 3-ден берсем 6-дан 3x болады. Азайтылған 6-дан 2x болады. Сөйтіп ортақ бөлімге келтіріп алып, алдыңғарын азайттым. Ортақ бөлімі өзі солай қала берді да, үстіндегі 3x-тан азайтыламыз 2x-тан, сонда 1x қалады. Одан кейін 6-дан x-пен көбейтілген 2-ден 5-ті көбейттім. Ол үшін мен 6 мен 2-ні x-пен 5-ті көбейттім. 6-2 12, x-5-тің 5x. Сөйтіп амал орындадым. Бұда жауабы 12-ден 5x шықты, иә? Отырады. Өте жақсы. Кім ағырке болды ба? Ал ағырке қанша амалмен орындалады екен? 2 амалмен орындадым. Бірінші қандай амал орындадым? Бірінші жақшаның ішіндегі азайту амалын орындадық. Екіншісі бөлу амалы. Бөлу амал орындадық. Сонда осы шықты, иә? Дұрыс па балалар? Иә. Так, отыралım. Так, al Ahmet. Бұл есеп
мектепте 2 амалмен шығардық. Бірінші қандай амал орындады? Бірінші бөлу амалы. Бірінші бөлу амалы орындала ма? Қандай амал орындалады? Ақшаның ішіндегі Иә. азайтылған, сосын бөлу амалы орындалды. Бөлу амалы орындады. Бірінші міндетті түрде жақшаның іші орындалады. Балалар, ойған жұптас бөлісі әдісі бойынша әр топқа сендерге қазір оқулықпен жұмыс, оқулықпен тапсырма береміз. Оқулықта тақтада көрсетіп тұр ғой, бірінші топ 41-де 5-ші есептің біріншісін шығарасыңдар. Екінші топ 41-де 5-ші есептің екіншісін шығарасыңдар. Үшінші топ қанша дейді? 41-де 6-шының 2-ші есебі. Ал орындаймыз. Қазір маркер беріп бірінші есепті шығарып алайық, қанша орындалу керек, қанша ретпен алгебралық өрнектер қанша орындалады. Ал жасайық. Сізмен қарап жүрмесін, өйткені есептердің орындалу реті бар. Қай есеп? Біріншіден бастап қорғай берейік. Biz 41-6 есептің екіншісін шығар. Ол жерде бірінші екі амал орындалады, бірінші бөлу амалы, содан кейін қосу амалы. Бөлу амалында біз n квадрат минус 4, x квадрат минус 9 бөлу n квадрат азайту n, 2n, x, y қосу 3y тең. Бірінші өрнекті жазып қойып, екінші өрнекті кері айналдырамыз. Одан бірінші өрнекте қысқаша көбейту формуласына келеді. Екі өрнектің квадраттарының айырымына. Оны айналдырамыз, соны қысқартамыз. Сонда y-тен n x минус 3, y-n қосу 3 шықты. Екіншісінде қосу амалы орындалады. Ол кезде n y-n қосу 2, n x минус 3 қосу 2 азайту y. Яғни екі амал орындап отырсың, екі амал орындағаннан кейін не істедің? Өрнектің орнына шыққан санды қойдық. Сонда қанша шықты шыққан саны? Сонда 1,21-ден 10 шықты. 1,21-ден 10 шықты. Енді сабақты көру мақсатында бәріміз алдымызда тұрған ұялы телефондарымызды алайық. 200 бағдарламасы арқылы тест орындаймыз. Бүгінгі сабақта не түсіндік? Қандай жағдай қорытып шығарасыңдар? 200 бағдарламасын ашамыз. Açtık mı? Ya. Қазір код келеді. Жазамысына кодты. 642 105. 642 105. 642 105. İlk adam kırdı.
кіреміз. Аттарын жазып тұрыңдар. Үшеу. Үш. Ал бастаймыз. Төрт минут уақыт беріледі. Жаңағы өткен тақырып бойынша сұрақтар соған, есептер де соған байланысты. Болдық па? Өздерің әрқайсың қанша сұраққа жауап бердіңдер? Мен үшеу. Бұл жерде мынау аяқталмай жатыр. Кім аяқтаған жоқ сол? Аяқталмай жатыр ғой. Аяғына шығып берген ғой. Амниет болсаңшы, сен жоқсың ғой әлі. Есбол да орында ұмытты. Есбол қайда? Есболда орнатты. Мынау Есбол деген кім? Амниет екі рет түсіп кеткесің ба сен? Жоқ, апай қазір. Ол тез-тез болыңдаршы. Бекжан сен қайта-қайта кіре берме, болды. Бір кірген кейін болды. Мен ба? Көрдік қой, иә? Қанша есеп шығарғанымызды. Осы бойынша бағаланасыңдар. Осы бойынша бағаланасыңдар. Қанша баға бойынша. Қайта біреуін екі рет кіріп кеттіңдер ғой. Екі рет кіріп кетіп, соны аяқтау керек. Осы тесттің бағасымен, тесттің балдарыңызбен, содан кейінгі алдыңғы сабақтарымыз бәрінен арқылы мен бал қойып отырмын. Сол бойынша сіздерді бағалаймын. Қазір үйге тапсырма алыңыздар. 41-де 7-ші есеп дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Күнделіктеріңізде қазір кері байланыс. Бәріңіз телефоныңызды алып, WhatsApp желісі арқылы кері байланыстарыңызды жасаңыздар. Бүгінгі сабақ өте керемет және қызықты болды деп жазып жатыр. Мен көріп отырмын. Нені түсіндіңіздер? Қандай
алгебралық бөлшектің қандай жағдайда түсінбей қалдыңыздар, қандай жер түсініксіз болды, соның барлығын маған жазыңыздар. Мен сол бойынша келесі сабақта сол бойынша қараймын. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.